Барлығыңа сәлем, сіздермен бірге мен Бауыржан. Бүгін біз үй жаттығулар туралы, атап айтқанда, іштің вакуумы туралы әңгімелесеміз. Көптеген адамдар бұл жаттығу туралы естіген шығар, бірақ ешкім орындауға тырыспайды. Сол қарапайым себеппен не істеу керектігін білмейді. Қысқаша айтар болсақ, сізге іштің вакуумын не үшін қажет екенін айтып беремін. Ол пайдалы емес пе, пайдалы ма? Мен мұны пайдалы жаттығулардың қатарына жатқызамын. Ең алдымен ішті алып тастау. Көптеген адамдар іш май қабаттары сынды жағымсыз дүниелермен күресуде, артық салмақпен күресуде. Бірақ май қабаттар екі түрге бөлінеді. Беткі май қабаттары және ішкі май қабақтары. Біздің ағзалар айналасындағы қабық болып табылады. Бұл висцеральды май деп аталады. Яғни іш вакуумын пайдалану арқылы ішкі қабықты нығайтып, висцеральды майды алып тастау. Яғни ішіміз кетеді. Жаттығулар тек ішті пресстейді, сондықтан іштің вакуумын пайдалану керек. Сәл өткен күндерге көз жүгіртсем, атлет Арнольд Шварценеггердің заманына. Олар бұл жаттығуды, яғни іштің вакуумын үнемі қолданған. Олар не үшін жасады деген сұрақ туындайды. Көрсетілім кезінде халықтың алдында іштің тартылу үшін, сөйлеу кезінде позицияда іштің ішке қарай тартылып әдемі көріну үшін, эстетика, сымбаттылық үшін. Бұл жаттығумен белдің көлемін азайтасыз, яғни қыпша бел боласыз. Бұл көптеген адамға қызықты болуы мүмкін. Енді дұрыс іш вакуумды жаттығу техникасы туралы сөйлесейік. Бүгінгі сабақта жаттығуым бірінші, енді нұсқаларын көрсетемін. Бірінші нұсқа өте қарапайым. Айтпақшы, бұл үшін бізге не үшін қажет? Іш жүзінде ештеңе. Тек өзіңіз, еден, мен көшеде көрсетемін. Мен үшін бұл йога кілемшек қолайлы, өте қолайлы болады. Ең бірінші опцияны түрегеп тұрып көрсетемін. Іштің вакуумын қалай атқарамыз? Алдымен техника туралы айтамын. Сіз толық тыныс алу үшін өкпеден тыныс алу және толық дем шығару керексіз. Және сіз толық дем шығарғанда, сіз асқазанды барынша тартасыз. Яғни сіз омыртқаға қол жеткізуге тырысыңыз. Сол артқы бөлікке қарай. Сіз өз диафрагмаға жағары қарай, яғни ағзаны көтересіз. Яғни қалай орындалады дейсіздер ғой? Көрсетейін. Ең қарапайым нұсқаны көрсетемін. Бірінші көлбеу, тыныс алу, толық дем шығару, қайтадан тыныс алу. Бірден сіз дем шығарғаннан кейін, сізде оттегі жоқ. Сіз барынша тартасыз, яғни дем шығару, жеңіл ауырсуға дейін созылды. Біз уақытты созып, ең көп уақыт ұстауға тырысамыз. Бұл шамамен 10-15-ке дейін, қаншалықты шама жетеді, секундқа дейін. Бұл бірінші нұсқа. Енді мысалда көрсетемін. Көрдіңіздер ғой? 10-15 секунд ішінде дем аласыздар. Бұл бірінші нұсқа болды. Екінші нұсқа, бұл үшін бізге еден қажет. Сонымен екінші нұсқа кеттік. Толық еденге жатамыз, тіземен бүгеміз, қолдар дененің бойымен босаңсытамыз, толық дем алыңыз. Тыныс алу мұрын арқылы жасалады, ауыз арқылы дем шығарамыз. Және ішті тартамыз. Біз қайтадан ұстап 10-15 секунд ішінде асқазанды барынша тартамыз. Және осылайша органдарды жоғарғы жағына диафрагма жібереміз. Сонымен жаттығудың үшінші нұсқасы. Біз сондай-ақ мұрынды
арқылы дем және аузынан дем шығару арқылы толық орындаймыз. Және де соны қайталаймыз. Ішті барынша арқаға тартамыз. Арқаға тартамыз, диаграфама дейін. 10-15 секунд ішінде ұстаңыз. Енді қателер туралы сөйлесейік. Және соңында үй тапсырмасын беремін. Бірінші және негізгі қате ол тыныс. Яғни адам дұрыс тыныс алудан шатасады. Яғни тыныс алу кезінде ол ішті барынша тартады. Бұл дұрыс емес. Ішті ішке тартқан дем алады, босатқан кезде дем жібереді. Бұл бірінші негізгі қате. Екінші қате бұл адам ішті соңына дейін тартпауы мүмкін. Ол тек іш тартады. Ал іш құрылыстары жоғарыға жылжытпайды. Яғни мысалға айтып жатырмын. Мәселен, енді үй тапсырмасын көшемін. Үй тапсырмасы үшін. Сіздер жаңа жасаған опциялардың бірін таңдау керек сізге ыңғайлысын. Яғни мен сізге көрсеттім, және соны жаңадан келгендерге 3-5 амалдар орындау керек. Сондай-ақ 10-15, ал кім қолынан келгенше көп секунд жасай алады. 20-30. Сізбен бірге болған мен Бауыржан. Келесі кездескенше.